Сәлем, менің сүйікті тыңдарманым. Сен дәл қазір жүрекке жылу беретін ерекше әңгімені тыңдағалы тұрсың. Жылы шайыңды алып жайғас, мен сен үшін бүгін тағы бір сырлы оқиғаны алып келдім. Егер мұндай мазмұнды, мағыналы әңгімелер саған ұнайтын болса, арнаға жазылып қой, алда әлі талай қызық бар. Ра. Өзен. Роман бірінші тарау. Ерде. Бізде айтарлықтай жаңалық жоқ. Бір уақ сабаққа барып келіп жатақханада шалжиып жатқаннан басқа бітірер ештеңе болмай тұр. Мамықтан төсек тастай боп кесек жамбасқа батар, ұйқы жоқ деп абай. Жарықтық айтқандай осы күні түннің бір уағына шейін, кейде таң қараңғысына шейін ұйықтай алмайтынды шығардым. Сондайда қолыма домбырамды алып жігіттердің засын алмайын деп түн баласы жатақхананың ас үйінде шоқиып отырам. Мектепте жүрген кезімізді сағынам осы күні. Әсіре интернатты өзіміз өскен. Сен де сағынып жүрген шығарсың ана жақта. Уайымдама, Хақан, жөнге келу тиіс. Жаз шыға сессиядан кейін тағы барам грефпен. Қысты күні бәрі асығыс болды, оның үстіне ақша да аз боп қалды ғой. Қайдан білейін, көрмеген жердің ой шұңқыры көптеген. Енді олай болмайды. Қазір сенбі, жексенбі. Базарға шығып жүрмін жігіттермен бірге. Азын аулақ тей. Ын-тебен жиналып қалды. Көтерме жұмыс табыла қалса, жақсақ болатын еді. Ақша демекші, ақша ауысқалы бері азық-түлікпен. Дүние мүліктің бағасы да құбылып әрқалай болып тұр. Бүгін барсаң, кешегі бағаның өзгеріп кеткенін көресің. Ақшаның ауысқанының өзі бір жыр. 50-100 сомдық советский банкноттар қазір жарамайды, оны өздерің де естіп біліп жатқан шығарсыңдар. Бізді қойшы, бізде ақша жоқ қой. Ел ішіндегі сапырылысты айтсаңшы. Теңіздегі қыл-қыбырдың толқын айдап, жағаға шыға келгені сияқты подпольный миллионерлердің құпиясы ашылып қалды дейді ел. Әсіресе қала түбінде тұратын түрікпен грек байларына ауыр болыпты деседі. Қиын ғой, ғұмыр бойы жиған тергенін кесек 50, кесек 100 теңгеге айналдырып, кассаға салмай жинап жүрген кезде, үкімет айналасы бірер күннің ішінде жарамсыз қылып тастаса. Мен өзім дәл мұндай байлар болатынына сенбеуші ем. Рас екен. Өйткені кісі басына шектеулі ғана банкнот ауыстыруға рұқсат берілді емес пе? Әлгілер жанын қоярға жер таппай біз сияқты студенттерге 50 сомдықты өз атыңнан ауыстырып берсең, жарты ақшасын аласың деп жалынып жүрді. Рұқсат етілген сол 3 күннің ішінде халықтың абыр-сабыр болғанын көрсең. Неше түрлі қызық жайттар болыпты. Ақша ауысатын алғашқы күні біздің бір қу жігіттер консерваториядан сонау әуежайға шейін такси ұстапты көшеден. Оған дейін қанша, 25 шақырым ба, сонша жолды жүріп келіп, енді түсер кезде кесек 50 сомдықты ұстатыпты таксиске. Анау шошып, жігіттер, бұл ақша бүгіннен бастап жарамайды депті, мыналар түк білмегенсіп. Солай бүгіннен бастап 50 сом, 100 сом жарамайды, естімеп пе едіңіздер? Ой көкесі, өйтіп қалжындамаңыз дейді бұлар. Өздерің көктен түскенсіңдер ме, немене? Жоқ, көктен түсетін туысымызды қарсы алғалы тұрмыз. Бар жоғалыңдар, депті амалы таусылған таксист. Мұндай жайттар көп болыпты. Түрік пе, әзер ме, сондай бір подпольный миллионердің бір ақшасын толық ауыстыра алмағасын қаны басына шауып, үйінде тыққан 50 мен 100 сомдықтардың будасын көшеге алып шығып, жұрттың көзінше өртеп жіберіпті. Шоковая терапия дейді екен ғой мұны экономистер. Егор Гайдардың ойлап шығарғаны деседі. Сол терапияның кесірінен сең соққан балықтай есеңгіреп қалдық. Әсіресе инфляция деген пәле қиын тиіп тұр. Ақша айналасы 2-3 айдың ішінде сарғайып сары жапыраққа айналды. Аузынан жырып, балама жинағаным деп отырған елдің кассадағы ақшасы қаудырлаған сабанға айналды. Тапа-тал түсте тоналып айға қарап болып қалды. Мен революцияны көргем жоқ. Бірақ ақша терапиясымен де революция істеуге болатынына көзім жетті. Бірді айтып, бірге кеттім ғой. Көрген түсімді айтайыншы оданда. Екеуміз өзен жағасында отыр екенбіз.
Кенет сен үйіріле аққан өзенге шешінбей секіріп кетіпсің. Әлі жоқсың. Ес кетті, жан шықты дегенде арғы беттен бір-ақ шығып, жағаға құлаш ұрып бара жатыр екенсің. Жақсыға жордым. Босап шығады екенсің. Декабристер ақталат деп жатыр ғой. Сен де ораласың, Хақан, былтыр бізден шыққан әлгі депутат Мәскеуде, съезде сөйлепті ғой, сендерді ақтау керек деп. Так что қуаныш алда. Басқа не жазам? Аман бол. Денсаулығыңды күт. Жаз шыға, обязательно барып қайтам. Амандық саулықта жолығайық. Досың Құрмаш, 28 март, 1992 жыл. Конвертке ақша салуға қорықтым, офицерлерің алып қояма деп. Алдымен темір есіктің жылан көзі волчок жылт етті де, ар жағынан біреу сығалады. Артынша дүңк етіп кормушка ашылып, арғы беттен гаймадактың лақтырып жіберген бір қора примасы дөңгелене ұшып келіп алдына түскен. Кормушкаға қайта қарағанша болған жоқ, күзетші солдат салдыр-сүлдір еткізіп ар жағынан жауып жатты. 3 күн бойы кеңсірігі қышып, тамаққа жөндеп тәбеті шаппай, трюмде аласырып жүрген. Хақназар мұндай қуанбас. Жарықтық темекнің де адамға күш-қуат беретінін кім білген деп ойлады. Көк түтінді көмейлете жұтып жіберіп барып, сыздықтата шығарып отырғанда. Зеңгіп тұрған басы шайдай ашылып, көкірегі кеңіп сала ергендей көрінді. Қапаста жатқан адамға бұл да бір қуаныш екен ау, өзінше деген ой келді. Оған буыны оқыс әлсіреп шүгілеп отыра кеткен кезде. Әлденеше күн шылым шекпегендікі болар, бас айналып, тұла бойын әлсіз бір ләззат шымырлатып аралап бара жатты. Түн баласы темір шконкада ұйқылы ояу дөңбекшіп жататын Хақназардың алағызған көңілі енді тыншиын деді. Әйтсе де, ет асым уақыттан соң жан дүниесі қайтадан қоңылтақсып, көкірек сарайы өлдеп қоя берді. Әлдене жетпейтін сияқты көрініп, тағы темекі тартқан. Оның төбеде қалқып тұрған көкшуда түтіні. Камерадағы қапырық ауаға сіңіп қолғаны қаба бастаған. Ең ұстамды жүйкесі темір кісінің өзі айлап жылдап. Трюмде отырса, жынданып кететін шығар деп ойла. Тас еденде малдасын құрып отырып. Адам баласы. Әлсіз. Азап пен қорлыққа шыдап жүре беретін жан жоқ. Ерте ме, кеш пе, морт етіп сынады. Иілмес, бірақ сынып. Тынар. Міне, 6 жыл болыпты түрме мен лагердің дәмін татқанына. 6 жыл. Ең асыл жылдары. Уыздай. Жас кезінде соттап жіберіп қайран бал дәурен шағысо. Нада өтіп жатыр. 5 сағат па, 10 сағат па, трюмде сарғайып отырғанда. Уақытты тап басу қиын, әйтеуір ұзақ көрінген. Бір кезде Прадолдан аяқ дыбысы естілді. Салдырлап есік ашылып, жарық түсті. Көргеннен ақ таныған. Қызылдар қандай кінә тапты, бауырым деген. Темір есік жабылғанда орта бойлы сары жігітпен қол ала. Сып жатып. Кінә емес Құдай алдындағы деді Калян. Бошылатын төсек дәл бір нағашысының үйіне келгендей. Жайғасып жатыр. Құмға жақпасаң, құмалағыңнан да. Кінәрі тауып, зынданға тастар. Біз сияқты бродегаларға. Отстойникте түнеп шығу, жарық дүние мен таза ауаның қадірін түсіну үшін керек процедура. Ер жетке серуен де. Серуен Сергелдің де серуен деген осы. Хақназар Калянды промзонада сыртынан анда. Санда көріп қалушы еді. Бірақ алғаш сөйлесіп отырғаны осы. Біраздан соң Калян табаны қалың, қара бәтіңкесін шешіп, ұлтарағының астынан әлденені суырып алды. Целлофанға оралған кішірек 2 түйіншектің бірінен шай, бірінен наша шықты. Да ужина часа 1,5 остался. Кипятка побольше. Попросим у шныря, да будем чифирить, деді Жантай. Жатып. Да ну. Ты что, политзаключенный в натуре де. Ген қаранан жеп, қою қара шайды рахаттанышып отырған. Кездерінде рас саяси тұтқынсың ба? 65 бап па? Де. Кабрист, значит, и не пропадет наш скорбный труд в глубине сибирских руд. Эхе. Оның несі күлкі деді Хақназар жайбарақат. Сонда не болып еді деді Калян бір кезде, алма. Тыда сол кезде не болғанын ұзын құлақтан естиміз, ал тірі. Куәнің орны бөлек қой.
Соны айта-айта жалықтым, деді Хақназар. Менікіндей баппен келгенді бұрын көрмеген офицер. Лер де әр нәрсені сұрап мазаны алып бітті. Өзің не үшін отырсың, мынау нешінші ходкаң, соны айтпайсың ба? Одан да, ема, мужик, сен мені тергейін дедің ғой. Әхе-хе. Жарайды. Айтайын. Вор я, крадум по воле деген сосын өткен өмі. Ірін, еске алды ма, әлде әңгімені неден бастарын білмеді ме? Ұзақ үнсіз отырып карманик қалта ұрсы дегенді. Білуші ме едің, сол менмін. Көзімді тырнап ашқаннан. Ұрлық істеп келем. Ертістің жағасындағы үлкен қалада. Туып өстім. Әкемді ес білгеннен білмеймін, көрген емеспін кейін. Естідім, мен тумай жатып-ақ шешемді тастап кеткен екен. Шешем байғұс кейін басқа біреуге тиіп, оған 2-3 бала тауып берді. Бауырларым ғой менің енді. Өтірік айтып, нем бар, өгей әкем мені туған ұлынан кем көрген жоқ. Бірақ соншалықты іш тартқан да емес. Бір түрлі салқын еді екеуміздің арамыз. 12-ге шыққанымда шешем өлді. Жастайынан жабысқан ескілікті ауруы болдау. Деймін, онысын жақсы білмейді екем, әйтеуір 1-2 ай. Ауруханада жатты да үйге келіп қайтыс болды ғой. Шем кеткесін бәрімізге ауыр тиді. Әкеміз қатты есеңгірек қалды. Шеттей балаға еркек адам қарай ала ма, ол кісі? Бір жамағайын қарындасын әкеліп үйге тұрғызды. Бас, көз болсын деп, менің үйде тұрғым келмеді. Өгей әкем де қарсы болмағасын, қала шетіндегі детдомға бала лар үйіне келіп орналастым. Сөйтіп жаңа өмірді бастап кеттік. Сол боқмұрын кезімнен тентек ем. Сабаққа да құлық болмады. Детдом секілді бұзық жерге келгесім мүлде қағындым. Сонда жүріп привокзальный, заречный дейтін шпаналардың басы бетон деген қалта ұрысы бар еді, сонымен араласып жүрдім. Өзіне ұнасам да рек қасынан бір елі қалдырмайтын болды. Несін сұрай? Сың, ақыры детдомнан да қашып кетіп Васямен бірге жорық ашығатын болдым. Алдымен шипач болдым. Қазір писақпыз. Пай-пай вокзалда жүріп көлік күту залында отырған. Жолаушының неше қабат киімінің ар жағында жан. Қалтасында жатқан күмәжнігін көрсетпей суырып алып, ақшасын олжалап, өзін қайта орнына салып қоятын кар. Маниттер болды ғой, несін айтасың? Каля мұны айтып отырғанда Хақназардың есіне тал. Басында отырған 2 сауысқанның құйрық қауырсынын еппен алып, бірінікін біріне ауыстырып сала қоятын қазақ. Ертегісіндегі епті жігіт түскен. 16 жасымда ұсталып, малолеткаға түстім. Деді Калян. Одан ары көп нәрсені үйрендік онда жүріп. Қоңырау соққанша 3 жыл отырып, бостан өмірге шыққан. Соң Новосібірге келіп қалта қағу өнеріне білек сыбана кірістім. Одан басқа ештеңе келместей еді қолымнан. Иә, маңдайға жазған нәрсе сол шығар. Аңдыған жау алмай қоймас. 5-6 жылдан соң Красноярскіде жүріп қызыл жағалардың қолына қайта түстім. Қазір, міне, 2-ші ходкада отырмын. Өз өмірінен қысқа қайырған Калян Хақназардан сен 6-шы жылға Алматыдағы дүрбелеңнің себебін сұрап, қалай болғанын айтып берші деген. Қараңғы трюм де сағызша созылған уақыттың тез өтуіне себі тиер деп, Хақназар да сәлден соң әңгімесін бастап кетті. Сол жылы қыс жылдағыдан ертерек түскен. Қыстың алғашқы айының басында Алатаудың ұшар басын ғана емес, сай саласымен қуыс қолатын түгел қар басқан. Дым бүркіп қалаға келіп шөккен саршұнақ аяз шыдат. Пай жіберген болса керек, Тал-Тоғайдың да бәрі бүрсіп қалыпты. Әйтсе де, қала ішіндегі қар жұқалтанған еді. Мәшине жолдардағы кірлеуіт, жабысқа қар еріп кетіп жатқан. Бүгінгі әңгімені соңына дейін тыңдағаның үшін саған үлкен рахмет. Жалғасы келесі бөлімде. Сенде ізденімпаз, жүрегі таза тыңдарманмен бөліскен әр сәт мен үшін қуаныш. Жаңалықтарды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қой. Келесі әңгімеде кездескенше аман жүр.